Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписация және де бір ғана лайк демесін баса кетуіңізді сұранамыз. Лайк демесін басқан қолдарыңыз Кебатулланың қабырғасын ұстауын нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Депутат Ардақ Назаров малшылардың зейнетке шығу жасын төмендетуді ұсынды. Депутат шаруа адамы мен малшының жұмысы ауыр екенін айта келе, малшының мәртебесін көтеру жөнінде бірнеше ұсыныс айтты. Ол әскери қызметкер сияқты 25 жыл тоқтаусыз мал баққан адамды зейнетке шығару керек деп санайды. Оның пікірінше, бұған қоса жылына бір рет малшының жанұясымен бірге тегін медициналық қызметтерден өткізіп, шипажайға демалуға жолдама беру қажет. Сондай-ақ ол малшыларға жалақы төлеу мәселесін де көтерді. Бүгінгі таңда мал бағушылардың еңбек жұмыс беру тарапынан бағаланбай жатқанын ескере кетсек, оларға еңбек бағдарламасы арқылы мемлекеттен белгілі бір пайызда жалақы төленсе, деді ол. Бұған қоса, депутат малшыларды ауыл мен аудан орталықтарында мемлекеттік бағдарламамен салынып жатқан қолжетімді тұрғын үймен қамтамасыз етуді ұсынды. Депутаттық сауалда малшының балаларына білім алуға жағдай жасау мәселесі де көтерілді. Мәселен, балабақшамен қамтамасыз ету, мектеп жасындағы балаларына жақсы білім алуына жағдай жасап, арнайы интернаттар ашып оқыту қажет. Жоғарғы оқу орындарына түсуге арнайы гранттар бөлу және де ұлттық бірыңғай тесттердің тапсырған малшы балаларына арнайы жеңілдіктер жасау керек. Ардақ Назаров жыл сайын әр өңірден білікті шаруалар мен малшыларды анықтап, мемлекеттік басшысының қолынан еңбек ері атағын беруді ұсынды. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк демесін басып, сау саламатта болыңыздар.